Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қорытындылау. 40-шы сабақты ашайық. Бүгінгі сабақта біз 1-90 бойы алған білімімізді қорытындылаймыз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Тапсырманы орында. Балалар конструктор бөлшектердің көлемін есептейді. Көлемдердің мәнін өсу ретімен орналастырды. Сонда маңызды құндылықты білдіретін сөз шығады дейді. Міне, бізде бұл жерде білім деген сөз шығады. Мысалы, бізде ұзындығы 3 см, ені 3 см, биіктігі 3 см, көлемі белгісіз сантиметр. Міне, бірінші тапсырмада бізде берілген ұзындығы 3 см, ені 3 см, биіктігі 3 см. Біз көлемін табу үшін ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Сонда бізде 27 см шығады. Сонда бұл бірінші әріп Б. Келесі А. Ұзындығы 4 см, ені 5 см, биіктігі 2 см. Ал енді осыны көлемін белгісіз, мен мына жерге жазуды кетіппін. Көлемін белгісіз деймізде, көлемі тең белгісіз сантиметр дейміз. Кітапта жазылыптық. Сосын біз 4 көбейту 5 көбейту 2 дейміз. Сонда 40 шығады. Сонда бұл әрпі. Келесі А. Ұзындығы 2 см, ені 5 см, биіктігі 5 см. Көлемін табу үшін біз 2-ге көбейтеміз. 5 көбейтеміз 5-тен 50 см шығады. Сонда білімден сөз шығу керек бізге. Жартысы ұзындығы 4 см, ені 4 см, биіктігі 4 см. Көлемі белгісіз сантиметр деп жазамыз. 4 көбейту 4 көбейту 4. 64 см. Келесі А. Ұзындығы дейміз 7 см, ені 3 см, биіктігі 2 см. Көлемі белгісіз сантиметр. 7-ге көбейтеміз. 3 көбейту 2 тең 42 см. Сонда бізде осы өсу ретімен болса 27, 40, 42, 50, 64. Бізде сонда білім деген сөз шықты. Жазып алыңыздар осыны. Келесі тапсырма фигураның ауданын әртүрлі тәсілмен есепте шешуін жаз. Осылай фигураның ауданын біз есепке аламыз. Біз оны өзіңді тексерде де шығарамыз. Осылай мен сіздерге жазып бердім. Ал сіздер кейбірлеріңіз орындайтындар, өздеріңіз отырып орындай берсеңіздер болады. Келесі тапсырма бізде 3-ші тапсырма есептерді шығар. Шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Асы велосипедші 17 км/сағ жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Ол қандай қашықты жүріп өтті? Асын, әсін, бұсын өзіндік жұмысын ретінде орындайық. Сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Кәні оқушылар болыңыздар ма? Міне осыны жазып алыңыздар. Келесі әсі. Әсі. Уақыты 4 сағат, қашықты 260 км, жылдамдығы белгісіз километрдей сағат. Шешуінде 260-ты бөлеміз 4-тен 65. Сонда автокөліктің жылдамдығы 65 км/де сағат екен. Енді бұсын орындайық. Сында да сондай, осылай жазып алыңыздар. Келесі тапсырмаға көрейік. Сурет бойынша есептер құрастыр, кері есептер құрастырып шығарып көр. Мысалы, былай деп алсақ болады. Жылдамдықпен, қандай қашықты уақытта дегенден өздеріңіз алсаңыздар болады. Кәнеки бір есепті шығарып, өздеріңіз кері есептер құрастырыңыз. Мен сіздерге қазір өз кері есебімді көрсетемін. Міне, осы кері есеп. Осыны жазып алыңыздар. 5-ші тапсырма. Өрнектерді жазбаша есептеп дұрыстығын тексер. Міне дұрыстығын тексереміз. Бізде осылай 2 бөлу 2 көбейту берілген. Бірінші бөлуді жазып аламыз, сосын оны көбейтеміз. Дұрыс тексеруіміз қажет. Дұрыс болмаса, онда өздеріңіз параққа есептеп көріңіздер.
Міне, мына көбейту. Осыны 5 минутта жазып алыңыздар. Ал 6-шы тапсырмада бізде теңдеу құрастыр және оны шеш. Асы. Асы мен әсін өздеріңіз оқып алып шығарыңыздар. Міне, асын осылай шығарамыз, ал әсін болса осылай шығарыңыздар. Жауабын X-тен деп жазып алыңыздар. 7-ші тапсырма бұл ауызша. Тапсырманы орында. Бұл математика күнделікті өмірде. Бұл бізде ауызша тапсырма. Бұны жазбай қойсаңыздар болады. Жазғыларыңыз келсе жазып алыңыздар. Келесі тапсырма 8-ші тапсырма. Берілген фигура 1/12 шаршыдан тұрады. Дәптерге осындай фигура салып, оны ауданы бойынша 1/4 фигура, ауданы және пішін бойынша 1/4 фигураға бөл. Осылай бөліп алыңыздар. Жазып, дәптерге осындай фигура салып алыңыздар. 9-ші тапсырманы ауызша орындайық. Міне, 9-ші тапсырманы жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы 10-ші тапсырма. Бұл жерде біз аудандың көлемін, периметрін әртүрлі есептермен құрастырып шығарыңыздар. Бүгінгі сабақ түсінді деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, немесе түсінікті болмаса, онда сіздер бұны өздеріңіз қайтадан видеоны көріңіз. Мен сіздерге тағы бір үй тапсырмасын қазір беремін. Міне, оқушылар каникулда өздеріңіз осындай есепті шығарып жүріңіздер. Мына бірінші нұсқа, бірінші партада отырсаңыздар, бірінші нұсқалар жазады. Мына екінші нұсқалар жазады. Міне, осыны жазып алыңыздар. Демалыс күндері осындай есепте шығарып тұрыңыздар. Сонда миыларыңызда осындай есептерді құрауға миыларыңызда қалады. Бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар.